Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге етсіз жасалынатын түскі астың рецептімен бөліскім келеді. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен фасольді ыдысымызға салып, су құйып үстіне газға қоямыз. Одан кейін чеснокты осылай майдалап турап аламыз. Одан кейін қазанымызға майымызды құямыз, немесе саламыз. Менде мына жерде тоңмай, сол ерігеннен кейін жаңағы чеснокты саламын. Оны жақсылап қуырып алып, паприка 1 шай қасық, одан кейін қарабұрышты салып, жақсылап қызартып қуырамын. Одан кейін пияз саламыз, оны да жақсылап араластырып қуырып аламыз. Қуырып болғаннан кейін болгарский перецті осылай кубиктап турап, жақсылап араластырып қуырып аламыз. Жақсылап қуырылғаннан кейін менде жазда жапқан осындай салатты қосамын. Егер сіздерде помидор, томат пастасы болса, соны қоссаңыздар болады. Менде болмағаннан кейін осы салаттан қосып тұрмын. Енді жақсылап араластырып қуырылып болғаннан кейін су құямыз үстіне. Одан кейін бетін жауып қайнатамыз. Енді фасоліміз жаңа суға түсі шығып кеткендіктен мен суды ауыстырамын, таза су құйып қайтадан қоямыз. Енді қамыр илейміз. Ол үшін бір жұмыртқаға кішкене су қосамын және тұз қосамын да қамыр қылып илеймін. Жақсылап қамыр қылып илейміз және тындырып қоятын боламыз. Тындырып қойғаннан кейін осылай алып, жарты сағат өткеннен кейін осылай қайырып тағы қоямыз. Енді менде қамырым тынды, демалды, иі қанды, енді жазатын боламыз. Жұқа қылып жазасыздар. Жұқа қылып жазғаннан кейін осылай видеодағыдай жасаймыз, одан кейін кесіп аламыз. Одан кейін тағы да осылай кубиктап кесу керек болады бізге. Міне мен барлығын кесіп алдым. Енді осылай жайып қоямын. Енді менде фасоль пісті, соны мен саламын қайнағаннан кейін. Жақсылап араластырып қайнатамыз. Қайнағаннан кейін жаңағы кеспемізді саламыз. Тағы да жақсылап араластырып, бетін жауып қойдамыз қайнауға. Менде қайнап жатыр, міне пісіп қалды. Егер су аз болса, су қосыңыздар. Мен мына жерде су қосқанмын, ол көрсетілмей қалған. Ең соңында укроп, петрушкамызды салып, бетін жауып, 10 минуттан кейін газды өшіріп, бетін жауамыз. 10 минуттан кейін ыдысымызға салып ұсына берсек болады. Жасап көріңіздер. Әсіресе осы жерде айта кетейін, тоңмай қосатын болсаңыздар, тамақ сондай құнарлы, тойымды болып піседі. Ас болсын, менің рецептіммен жасап көріңіздер. Ұнаса лайк баса кетіңіз.